Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен тоқылуы өте оңай жаз мезгіліне арналған шапочка-панамка тоқып үйренетін боламыз. Бұл шапочка-панамканы тоқу үшін біздерге крючок, қайшы және де жіп қажет болады. Жіп менде 100% хлопок, 50 грамда 282 метр. Және екінші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Шапкамызды тоқу үшін біздерге шапканың төбесін тоқып алуымыз қажет. Ол үшін экрандағы көрсетілген таблицадан өзіміздің бас айналымызды тауып, соның жанындағы диаметр дна деген өлшемді алып, осы шапканың төбесін тоқып аламыз. Яғни менде 48 сантиметр бас айналымы, яғни төбесі менде 15-3 сантиметр болу қажет. Осы шапканың төбесінің тоқылуы менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Осы шапканың төбесін тоқып алайық, сонан кейін ары қарай бірге тоқитын боламыз. Шапкамыздың төбесін тоқып алғаннан кейін екінші петляға біріктіру арқылы өтеміз. Енді екі воздушный петля, жіпті крючокқа іліп, жартылай столбик с накидом тоқимыз. Яғни столбик с накидымды толық тоқымаймыз. Тағы да жартылай столбик с накидым тоқимыз. Крючокта 3 петля, осы 3 петляны бірге тоқимыз. Бір воздушный петля, тағы да 3 столбик жартылай тоқимыз, столбик с накидымды. Яғни крючокқа жіпті ілеміз, петляға крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз. Крючокта 3 петля, біз 2 петлясынан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз, тағы да петляға крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз. Крючокта 4 петля, біз 2 петлясынан өткіземіз. Тағы да крючокқа жіпті ілеміз, петляға крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз. Крючокта 5 петля, біз 2 петлясынан өткіземіз. Крючокта 4 петля, осы 4 петляның барлығынан өткіземіз. Ары қарай бір воздушный петля тоқимыз. 3 петляны тастап, 4-ші петляға крючогымызды кіргізіп, тағы да жартылай столбик с накидым 3 рет тоқимыз. 2, 3. Енді осының барлығын бірге тоқимыз. Бір воздушный петля, тағы да 3 столбик с накидым жартылай тоқимыз. 3 столбик с накидым жартылай тоқимыз, 3. Онан кейін біріктіріп тоқимыз. Яғни біздер 3 столбиктен 1 столбик шығарып тұрмыз. Ары қарай тағы да тоқимыз солайша. Бір воздушный петля, 3 петляны тастап, 4-шісіне солай тоқимыз. Яғни 3 столбик жартылай тоқимыз, столбик с накидым жартылай тоқимыз. Онан кейін біріктіреміз. Бір воздушный петля, 3 жартылай столбик, крючокта 3 петляның барлығын 1 петля өткіземіз. Осылайша тағы да бір көрсетейін. Бір воздушный петля, 3 петляны тастаймыз, 1, 2, 3, 4-ші петляға столбик с накидым жартылай тоқимыз. Столбик с накидым жартылай тоқимыз. Столбик с накидым жартылай тоқимыз. Бізде 3 жартылай столбик с накидым, соны 1 столбик етеміз. Бір воздушный петля, осы петляға тағы да 3 столбик жартылай тоқимыз. 1, 2, 3. бір петля етеміз.
Ары қарай тура осылай тоқимыз. Бір воздушный петля. Ары қарай 3 петляны тастап, 3 жартылай столбик накидым. Бір петля етеміз. Онан кейін бір воздушный петля, тура жартылай столбик накидым. 3 рет тоқимыз да бір петля етеміз. Тура осылайша барлық қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық қатарды. Қатар тоқып алғаннан кейін бірінші петлямен біріктіреміз. Онан кейін мына жерге біріктіру арқылы келеміз. Яғни екі столбиктің ортасына біріктіру арқылы келеміз. Енді ары қарай келесі қатар тоқимыз. 2 воздушный петля, жартылай столбик накидым тоқимыз тағы да 3 рет. Онан кейін барлығын біріктіріп тоқимыз. 1 воздушный петля, жартылай столбик накидым 3 рет тоқимыз. Біріктіріп тоқимыз. 1 воздушный петля. Келесі столбикті мына жерге тоқимыз. 2 столбиктің ортасына. Жартылай столбик накидым 3 рет. 2, 3. Енді барлығын бірге тоқимыз. 1 воздушный петля. Столбик накидым. Жартылай тоқимыз 3 рет. Онан кейін бәрін бірге тоқимыз. 1 воздушный петля. Бұл қатарда столбикті мына шетке тоқимыз. Яғни алдыңғы қатардағы столбиктің 2 столбиктің ортасына тоқимыз мына жерге. Бір рет көрсетейін. Жартылай столбик накидым 3 рет. 2, 3. Енді осының барлығын осы петляның барлығын бірге тоқимыз. 1 воздушный петля. Тағы да осылай тоқимыз. 3 жартылай столбик накидым. Енді осы 4 петляның барлығын бірге тоқимыз. 1 воздушный петля. Осылайша тоқимыз. Осылайша осы қатарды тоқимыз, және де онан кейінгі қатарларда тура осылай тоқимыз. Яғни 2 столбиктің ортасына тоқимыз мына жерге. 1 воздушный петля тұрған жерге тоқимыз. 2 столбиктің ортасына 1 воздушный петляны да ұмытып кетпеңіздер тоқуды. Осылайша өзімізге қажетті биіктікте тоқимыз. Биіктіктен 2 сантиметр, 1,5-2 сантиметр кем қылып тоқимыз. Менде шапкамның биіктігі 16-17 сантиметр болу қажет. Яғни 17 сантиметр болу қажет. Бірақ мен 2 сантиметр кем қылып тоқимын. Сонда 15 сантиметр биіктік тоқуым қажет. 15 сантиметр биіктік болам дегенше мұна узормен тоқитын боламыз. Онан кейін басқа узормен тоқитын боламыз. Қалған 2 сантиметрді. Тура осылай етіп, өзімізге қажетті өлшемінен 2 сантиметр кем етіп тоқып шығайық. Осылайша. Әрбір қатарды бітіріп тоққаннан кейін бірінші петлямен біріктіреміз ғой, онан кейін біріктіру арқылы мына шетке келіп аламыз. Содан кейін ары қарай қатарды бастап тоқи береміз. Өзіміз тоқып шығайық. Мен өзіме қажетті өлшемде тоқып алдым. Енді келесі қатарды басқа жіппен тоқитын боламыз. Ол үшін жібімізді шетке жалғап аламыз. Осылайша. Онан кейін столбик без накида тоқимыз. Онан кейін петляға столбик без накида. Онан кейін бізде воздушный петля. Сол воздушный петляға да столбик без накида. Онан кейінгі петляға столбик без накида. Воздушный петляға столбик без накида. Яғни әрбір петляға столбик без накидадан тоқимыз.
столбик без накида, столбик без накида. Неге осылайша тоқып шығамыз. Әр петляға бір столбик без накидадан тоқимыз. Өзіміз қатарда тоқып шығайық. Неге қатар тоқып алдым, енді келесі қатар тоқимыз. Бір воздушный петля және осы столбикке столбик без накида тоқимыз. Бұл қатарда әр петляға бір столбик без накиданы тоқимыз. Бір столбик без накида әрбір петляға. Осылайша тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Әр петляға бір столбик без накидадан. Қатар тоқып алғаннан кейін бірінші петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз да. Мына жібімізді қиып тастаймыз. Енді келесі қатар тоқимыз. Ол үшін біз мына жіпті аламыз. Яғни шапкамызды тоққан жіпті алып петляға біріктіріп аламыз. Воздушная петля. 3 воздушная петля. Осы петляға столбик с накидом, және осы петляға столбик с накидом, осы петляға столбик с накидом, осы петляға столбик с накидом, яғни бізде 5 столбик с накидом. Онан кейін 2 петляны тастаймыз. Бізде 1, 2. Онан кейінгі петляға, яғни 3-ші петляға столбик с накидом 5 рет тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Онан кейін тағы да 2 петляны тастап, 3-ші петляға столбик с накидом 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. Онан кейін тағы да 2 петляны тастап, 3-ші петляға столбик с накидом 5 рет тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Онан кейін тағы 2 петляны тастап, 3-ші петляға 5 столбик с накидом тоқимыз. Неге осылайша қатарда тоқып шығамыз. 2 петляны тастап, келесі 3-ші петляға 5 столбик с накидом, 2 петляны тастап, 3-ші петляға 5 столбик с накидом. Неге осылайша қатарда тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Және де мына жіптердің барлығын жасырып қояйық. Қатар тоқып алдым. Енді мына 2-ші петлямен біріктіреміз. Мына столбик бізде, мына петля бізде біріншісі петля болып қалады. 2-ші петлямен біріктіреміз. Мына петля бізде бірінші петля. Енді қиып тастаймыз да. Түйеміз. Жіпті жасырып қоямыз. Келесі қатар тоқу үшін басқа жіпті жалғап алдым. Столбик без накида 1. Онан кейін бізде алдыңғы қатарда 5 столбик с накидом тоқыдық, бір петляға. Соның ортасындағы 3-ші петлясына дейін столбик без накида тоқимыз.
бірінші петляға столбик безіне киді, екінші петляға столбик безіне киді, үшінші петляға столбик безіне киді. Енді 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Осы петляға тағы да столбик безіне киді тоқимыз. Онан кейін столбик безіне киді. Әр петляға столбик безіне киді. Столбик безіне киді. Столбик безіне киді. Столбик безіне киді. Міне ортасындағы үшінші столбик. Столбик безіне киді, 3 воздушный петля. Және тағы да столбик безіне киді. Бізде осындай арочка пайда болады. Тағы да столбик безіне киді. Келесі 5 столбиктің үшіншісіне дейін әр петляға столбик безіне киден тоқимыз. Әр петляға 1 столбик безіне кидеден. Мінекей, екінші столбик. Онан кейін мінекей ортасындағы үшінші столбикке келдіге. Үшінші столбикке 1 столбик безіне киді. Онан кейін 3 воздушный петля. Осы столбикке тағы да 1 столбик безіне киді. Онан кейін арқарай солайынан тоқимыз. Яғни әр петляға 1 столбик безіне киден тоқимыз да. Алдыңғы қатардағы 5 столбиктің ортасындағы 3-ші столбикке столбик безіне киді, 3 воздушный петля, столбик безіне киді. Мінекей осылайша қатарды тоқып шығамыз. Осылайша қатар тоқып шығамыз, өзіміз тоқып шығайық қатарды. Мінекей қатар тоқып алдым. Енді екінші петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Онан кейін жібімізді қиып тастаймыз. Түйіп, жіпті жасырамыз. Мінекей біздің шапка панамкамыз дайын. Шапка панамкаға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша гүл, көбелек немесе бір листиямен тоқып әсемдесеңіздер болады. Немесе осылайда қалдырсаңыздар болады. Мінекей шапканы толықтай тоқып, осындай гүлмен әсемдеп қойдым. Осы гүлдің тоқылуы менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Осы гүлмен әсемдесеңіздер болады, немесе басқа да гүлдерді тоқып әсемдесеңіздер болады. Достар, егер де видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда шығатын мастер-класстарды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де достар, менің каналымда қандай мастер-класстарды көргілеріңіз келеді, сонда пікірге қалдыра кетіңіздер. Мүмкіндігінше сіздер сұраған мастер-класстарды түсіретін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.